Саламатсыздар ма? Бүгін біз налогтағы қарызымызды төлейтін боламыз. Оның ішінде именно мүлік салығын төлейтін боламыз. Мүлік налог на имущество деп тұрады. Соған егер атыңызда қандай да бір үй болатын болса, немесе мүлік болатын болса, соның қарызын төлейтін боламыз. Ол үшін Kaspi.kz приложениесіне кіреміз. Платеж, мына жерден платежи дегенді таңдаймыз. Одан кейін барып, осы жерде все дегенді басамыз, сол кезде барлық услуга шығады. И осы жерде бізге керегі госуслуги, штрафы и налоги. Осыны басамыз. Осы жерде бізге именно налоги деген бар. Өйткені бізге қарыз келіп тұр сообщениемен мүлік салығы деп. Сол үшін біз налоги, яғни салық дегенді таңдаймыз. Налог. Осының ішінде налог на транспорт и имущество деп бірінші болып тұр. Осыны таңдаймыз. Өйткені бізге имуществоға келіп тұр салық, яғни үй, тұрғын үй салығы, яғни мүлік салығы. Міне, иініміз шықты. Өз иіндарыңыз автоматом шығып тұрады. Проверить дегенді басамыз. Налоговых начислений нет дейді. Біз тексереміз. Проверить долги по налогам дегенді басамыз. Сол кезде действительно бар ма жоқ па тексеріп береді. И проверитті басамыз. Міне шықты. 416 теңге налог төлеуіміз керек екен. Яғни қарыз екенбіз 416 теңге. Основной долг. Налог на имущество физических лиц деп тұр. Міне. Енді мына жерде тоже 10 теңге пеня жүрген екен. Міне пеня деп тұр. Одан кейін бәрін қосқанда 426 теңге общий налог и төлеп жібереміз. К оплате деп ары қарай төлейміз осыны. Подтвердить и оплатить. Вот, төленді. Квитанция оплачена дейді. Квитанция оплачена. Міне налог төленді, налог та төленді, пенясы да төленді. Біз өткен алдыңғы видеода көрсеткен болатынбыз. Қалай осы налогта қарызымыз бар ма, жоқ па, қалай тексеруді.